Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы менің ауылым. Бұл сабақта сендер заттың алыста немесе жақын екендігін ажырата аласыңдар. Сегодня вы познакомитесь со словами, которые употребляются для указания на предметы, то есть слова, обозначающие близкое и дальнее расстояние. Жаңа сөздермен танысайық. Жақын қашықтықты білдіретін сөздер. Слова, обозначающие близкое расстояние. Мне. Вот. Мынау. Это. Мысалы. Мне. Менің сағатым. Вот. Мои часы. Мынау. Менің ойыншығым. Это моя игрушка. Алысырақ қашықтықты білдіретін сөздер. Слова, обозначающие дальнее расстояние. Әне, вон, анау, тот. Мысалы, әне, ұшақ қонды. Вон, приземлился самолет. Анау жерде менің үйім. Тут мой дом. Енді жаттығу орындайық. Сөздерді оқып, мағынасына қарай белгілеңдер. Прочитайте слова и пометьте их по значению. Бір бағанға жақын қашықтықты білдіретін сөздерді, екінші бағанға алысырақ қашықтықты білдіретін сөздерді белгілеңдер. Енді өзімізді тексерейік. Балалар, есте сақтаңдар. Тәуелдік жалғау. Заттың құбылыстың бірінші, екінші, үшінші жаққа тәуелділігін білдіреді. Притяжательная форма показывает принадлежность предмета, явление первому, второму, либо третьему лицу. Менің жалғауы ым, сенің, ың, сіздің, ыңыз, ыңыз. Мысалы, менің үйім ауылда, сенің үйің қалада, сіздің үйіңіз үлкен. Олай болса, келесі анықтамаға назар аударыңыздар. Қатаң қ, к, п дыбыстарына аяқталатын сөздерге тәуелді жалғауы жалғанғанда ол дыбыстар ұяң г, г, б дыбыстарына айналады. Если корень слова оканчивается на глухие к, п, то перед окончаниями, начинающимися с гласной буквы, они преобразуются в звонкие г, г, б. Мысалы, менің кітабым, менің дөңгелегім, менің қонағым. Осы ережеге сәйкес жаттығу орындайық. Алдарыңыздағы ағаш, қала, ата сөздерін бірінші, екінші жаққа тәуелділігін білдіріп жазыңыздар. Слова ағаш, қала, ата запишите в форме принадлежности первому, второму лицу. Өздеріңізді тексеріңіздер. Менің ағашым, менің қалам, менің атам. Сенің ағашың, сенің қалаң, сенің атаң. Сіздің ағашыңыз, сіздің қалаңыз, сіздің атаңыз. Келесі тапсырма. Алдарыңыздағы оң бағанда тұрған сөйлемдерді сұраулы сөйлемге айналдырып жазыңдар. Тексерейік. Сіздің балаңыз қайда тұрады? Менің балам қалада тұрады. Сенің ауылың қандай? Менің ауылым өте үлкен. Сіздің бақшаңыз бар ма? Менің бақшам бар. Сенің үйің алыс па? Менің үйім алыста.
Олай болса, келесі тапсырма үйге. 25-ші бет, 3-ші тапсырма. Суретке қарап, ауыл туралы айтып бер. Используя опорные слова внизу, расскажите о селе. Керекті сөздер: қасында, сыртында, ішінде, айналасында, астында, үстінде. Осымен сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.